Төлеген Айбергенов Қарақалпақ елінің Қоңырат ауданында дүниеге келген. Ташкенттегі Низами атындағы педагогикалық институтты бітірген ақын жастайынан шығыс шайырларының жырларын жаттап өседі. 20-дан енді ғана асқан шағында қазақ поэзиясының төрінде жарқ ете қалған ақынды әдеби орта бірден таниды. Әбділда Тәжібаев ақынның өлеңдеріне алғаш алғы сөз жазып баспасөз бетіне жариялайды. Соған қарамастан ақын көзі тірісінде жазушылар одағының мүшелігіне өтіп үлгермейді. Төлеген Айбергеновтың ақын інісі Мұхтар Шахановқа арнап жазған «Сағыныш» атты өлеңі әдеби-мәдени ортада кеңінен танымал болса, тағы бір тойым бар деген өлеңі танымалдылыққа ие. Дархан көңілді қазақтың бірінен соң бірі болатын тойлары Төлегеннің осы бір жырынсыз жетім болып қалатындай күй кешеді. Ақын отбасында 3 қыздың ішінде жалғыз ұл болып ерке өседі. Бір қызығы өзінің де 3 қыз, бір ұлы болады. Ақынның жары Үрнисаның айтуы бойынша «Бір тойым бар» деген өлеңді Төлеген жұбайы тағы бір ұл баланы дүниеге әкелсе деген арман тілекпен шығарған екен. Мұхтар Шаханов өз сөзінде Төлеген Айбергенов, Шәмші Қалдаяқов үшеуміз ерекше достық қарым-қатынаста болдық. Анам марқұм 13 құрсақ көтерген, соның ішінде менен басқасы түгел о дүниелік болып кеткен. Неше балаңыз бар деп сұраған адамдарға менің 3 балам бар. Үлкені Шәмші Қалдаяқов, ортаншысы Төлеген Айбергенов, кішісі мына Мұхтар дейтін. Шәмші де Төлеген де анамды ерекше қадірлейтін деді. Мұхтар Шаханов Төлеген шығармашылығынан нәр алып, ағалық ақылын тыңдап, қасында жүріп көп нәрсені үйренген. Тіпті Төлегеннің мықтылығын мойындап, күллі қазақты таң қалдырған ақын деп Айбергенов шыңы деген өлең шығарған.